Сәлем достар, бүгін біз сіздермен осындай өте оңай әрі дәмді болып жасалатын чебурекидің рецептімен бөлісеміз. Ол үшін каналға жазылып, видеоның соңына дейін тамашалаңыз. Ең алдымен бізге қажетті осындай ұн, және де ұнға сұйық майымызды осылай құйып аламыз. Және де өте кішкентай аз мөлшерде ашытқы саламыз. Көбірек салып қойсаңыздар болмайды, сондықтан өте аз мөлшерде ғана салатын боламыз. Және үстінен осылай мен көз мөлшермен саламын, тұз салатын боламыз. Барлығынан араластырып, жылы суымызды құйып, қамыр илейміз. Жасалу жолы өте оңай және өте дәмді болып шығады. Мен үнемі осы рецептпен жасаймын. Бізде осындай қамыр дайын болды. Енді бетін жауып, бірнеше уақытқа қойып қоятын боламыз. Және де біз бұл уақытта осылай фарш дайындап алдық. Фаршты алдын ала қуырып аламыз. Пиязды қуырып, қуырмауларыңыз өз еркілеріңізде. Және де мен кішкентай картоп қостым. Фаршпен бірге қуырып, оны қоспауларыңыз да өз еркілеріңізде. Мінекей бізде қамыр дайын болып тұр екен. Енді осылай қамырларымызды бөліктерге бөліп жаятын боламыз. Қамырды осылай бөліп қойған соң, тағы да бірнеше уақытқа қойып қоюға болады. Сонда өте әдемі болып шығады. Мінекей осылай жайып алып, қамырымыздың бір шетіне фаршымызды салатын боламыз. Менде бір қолмен түсіру ыңғайсыз болып тұр. Сондықтан да осылай көрсетіп жатыр. Мінекей осылай жауып алдық. Және де шет-шетін осындай шанышқымен басып шығамыз. Әдемі көріну үшін. Қызып тұрған табада, қызып тұрған майымызға салып пісіретін боламыз. Менде табада 2-ақ штук ғана сияды екен. Ол сіздердің табаларыңыздың көлеміне байланысты болады. Мінекей көріп тұрғандарыңызда екіншісін салам дегенше, біріншісі пісіп жатыр. Сондықтан да өте тез піседі. Оттың қасынан кетпеулеріңізді ескертемін. Мінекей менде осылай болып шықты. Және де өте аз заттан үлкен көлемде көп адамға жететіндей болып